Мектеп – халықтың рухани бесігі. Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты номер 84-ші жалпы орта білім беретін мектебі өшпес тарихымен, өзіндік құндылықтармен ерекшеленеді. Осы уақытқа дейін мектеп қабырғасынан 3000-нан аса шәкірт қанат қақса, олардың арасында алтын белгі иегерлері мен үздік аттестат иегерлері де болашаққа қадам басқан. Қазіргі таңда мектеп қабырғасынан 1260 шәкірт оқу үстінде. Жергілікті тұрғындардың көп ұлтты болуына байланысты орыс сыныбымен қатар қазақ сыныбында өзге ұлт өкілдері екі тілде білім алуда. Олар молдаван, күрді, әзірбайжан, орыс, өзбек, шешен, татар ұлтының ұрпақтары. Бүгінгі таңда елді мекен аумағының кеңеюіне орай ұстаздарымыздың саны да оқушылармен қатар арту үстінде. Ұстаздардың сандық құрамы мен сапалық біліктілігі үйлесім тапқан. Оның ішінде педагог зерттеуші, педагог сарапшы, модератор, педагог санатты мұғалімдер қызмет етуде. Білікті ұстаздардан білім алған оқушыларымыз қалалық, республикалық олимпиадалар мен ғылыми жоба байқауларынан жүлделі орындарды иемденуде. Жергілікті елді мекеннен шыққан азаматтар мен мектеп қабырғасынан түлеп ұшқан шәкірттер өз іні қарындастарына қамқорлық танытып, түрлі іс-шараларда демеуші болумен қатар мектепке келіп, олардың тәрбиесіне де үлес қосып отқан жай бар. Ауылымыздың алқа-би құрамы осы бағытта бірлесе жұмыс жасауда. Оқушылардың бойындағы адамгершілік құндылықтарымен қатар имандылық, жүректің тазалығын сақтауға түрткі болуда. Мектепте оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру мақсатында олардың қызығушылығы мен қабілетін ескере отырып, қоғамдық пайдалы жұмыс ретінде 16 үйірме түрі құрылған. Спорт, би, шығармашылық, патриоттық, техника, яғни барлық бағытта жұмыс жүргізіп отыр. Мәселен, Балдәурен би үйірмесіне 86 оқушы қатысады. Олар республикалық байқаулардың жеңімпаздары. Барлық үйірмеге қатысып жүрген шәкірттер өз саласы бойынша жеңімпаз екені айдан анық. Себебі оларға бағыт беріп, жан-жақты тәрбиелеп, білім беріп отырған ұстаздармен қатар ата-аналардың да үлесі бар. 2019 жылдан бері мектеп бюджеті жан басына қаржыландыруға өткен. Материалдық базаны жаңарту жолында жұмыстар жүріп жатыр. Модификацияланған физика, химия, биология кабинеттері бар. Оқушылар информатика, технология кабинеттерінде өз шығармашылық жұмыстарын жүргізіп, оны дамыту үстінде. Робототехника үйірмесі оқушылардың қызығушылығын арттыруда. Оқушылардың рухани жан дүниесін байытуға кітапхана қорында оқулықтар мен көркем әдебиеттер және электронды оқулықтар бар. Ас адамның арқауы демекші, асханамызда 1 мен 4 сынып оқушылары түгел ыстық тамақпен қамтамасыз етілген. Мектеп қалалық білім басқармасы, облыстық білім басқармасының келісуімен ұйымдастырылатын семинар-конференцияларды әрдайым өткізіп келеді. Мектепте самғау шығармашылық тобы жұмыс істейді. Мектептің бүкіл жұмысын үйлестіруде креативті, жаңашыл бағыт ұстанатын әкімшілік тарапы ұрпақ сабақтастығына қатты көңіл бөлген. Себебі мектеп жай ғана ғимарат емес, мектеп бұл ұжым. Ал ұжымымыз достықты бағалайтын, бірлігі жарасқан еңбекқор жандардан құралған. Заман мен білім берудегі талаптар өзгерсе де, бір нәрсе өзгеріссіз қалды. Ол оқушыларға деген шынайы мейірімді қарым-қатынас. Осы бір мейірбандылық пен құрмет тұту қасиеттері мектебіміздің ең басты байлығы.